Абай Құнанбайұлы, қазақтың ұлы ақыны. Әр қазақ кем дегенде ұлы ақынның бір өлеңін немесе абай айтқан деген бір сөз біледі. Абайтанушылар абайдың ой тұжырымы тұнып тұрған философия десе, қарапайым халық абайға терең бойлай алмаған үшін оны құрметтейді. Ал осындай қазақтың мақтанышы саналатын ұлы ақынды жоққа шығаратын зерттеу мақала пайда болды интернетте. 8 тараудан тұратын мақала Абай жұмбағы Қазақстанның белгісіз ұлы ақыны деп аталады. Мақала авторы блогер, әдеби зерттеуші Зәуре Баттаева. Блогер Абай Құнанбайұлы деген адам өмірде шын болмаған, ол тек идеологиялық жасанды тұлға дейді. Автор дәлел ретінде бірнеше дерек ұсынады. Соның бастыларын айтар болсақ, блогердің айтуынша 3 жыл медресте, 3 класс шіркеуде орысша білім алған адам бұндай дүниелер айтуы, жазуы мүмкін емес. Сонымен қатар, абайтанушылар ақынның өміріне көп жолай бермейтін болса, осы жылы Абайдың 175 жылдығында абайтанушылар оның тек шығармасы жайлы сөз қозғаған. Блогердің айтуынша Абайдың шын есімі Ибрахим. Абай өмір сүрген ғасырмен қарасақ, Ибрахим ол дәуір тіліне келмейді. Бұл есім шын адам есімі емес дейді блогер, символикалық есім. Ал шығу тегі Құрандағы 14 сүренің атауы надан халықпен күресуші Ибрахим пайғамбардан шығады дейді. Ал Абай есімі сақ, байқа деген мағынамен қойылған бүркеншік есім дейді блогер. Тарихи деректерде Абайдың жеке өмірі әлсіз аңыз немесе мүлде жоқ дейді блогер. Халыққа танымал Мұхтар Әуезовтың Абай жолы романы тарихи факт емес әдеби шығарма екенін Мұхтар Әуезовтың өзі де айтып кеткен дейді блогер. Ал сонымен Абай кім? Біз ұлы ақын деп жүрген Абай кім? Әдеби блогер Зәуре Баттаеваның айтуынша, Абайды ақын еткен, ұлы еткен, ойлап тапқан алаш көсемі Әлихан Бөкейхан дейді. Абай Құнанбайұлы жайлы алғаш айтқан 1905 жылы Әлихан Бөкейхан дейді блогер. Алғашқыда Бөкейханов өлең жазып жүргенмен оның Абай тұлғасы жасалмаған еді. Жазған өлеңдерін газет беттеріне жасырын атаумен немесе анонимді түрде жариялап тұратын. Арасында жолдастары Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлына айтып, кеңесіп те қоятын. Әлихан Бөкейханов Абайды ойлап тапқан басты себебі ол Шыңғысхан ұрпағы төре болатын дейді блогер. Блогердің сөзінше, төрелер өздерінен ақын шықпағанға мақтанғаны үшін Әлихан Бөкейханов өленді өз атынан жариялау абыройға нұқсан келет деп санап, Абайды ойлап табуы мүмкін. Екінші, Абайды тұлға еткен себебі халықтың көзін ашу. Сонымен қатар блогердің айтуынша, Абайдың барлық шығармалары Әлихан Бөкейхановқа тиесілі емес. Болыс болдым мінекей өлеңін Ахмет Байтұрсынұлы жазуы мүмкін болса, интернетте оқып жүр өлеңін жазған Міржақып Дулатұлы дейді блогер. Ал Әлихан Бөкейханов кеңес үкіметі тарапынан қуғындалып, қамауға алынған соң, алаш ізбасарлары Абайды ары қарай идеологияға айналдырып, оның атынан қазіргі таңда 45 қара сөз деп аталатын прозалық мәтіндерді жазып қалдырды дейді блогер. Блогердің айтуынша, бұл жазушылардың ішінде Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов, Ілияс Жансүгіровпен қатар тағы басқа көптеген ақын жазушылар Абай атынан өлең прозалар жазып қалдырды дейді. Әлихан Бөкейхан және оның серіктері мен ізін жалғаушылар Абайды ұлттық сананы ояту құрал етсе, кеңес насихатшылары оны КСР-ны дәріптеу үшін, қазақтың рухын өлтіру үшін пайдаланды. Абайдың Қазақты надан, жалқау деген өлең прозалары кеңес үкіметі насихатшыларының тарапынан жазылған деп санайды блогер.
Бұл видеода Абайды Әлихан Бөкейхан болуы мүмкін деген 8 тараудан тұратын мақаладан қысқаша мәлімет берілді. Айта кететін жайт, автор Зәуре Баттаева Абай өмірде болмаған тұлға болғанымен, оның өлеңдері әдебиетте өміршең, құнды болып қала береді деп ескертеді.